Қараңыздаршы, сіздерге үй тапсырмасы әрбір пән бойынша тапсырма беріледі. Ол тапсырманы қалай орындайсыздар? Ол үшін күнделікке бірінші өзіңіздің логин пароліңізді енгізесіз, және ол парольді енгізгеннен кейін өзіңіздің аты жөніңіз шығады. Содан кейін мектеп деген кірген кезде сізге үй тапсырмасы деген бөлім бар. Үй тапсырмасы берілген кезде үй тапсырмасы бойынша сіздерде сол күнгі тапсырмалар беріліп тұрады. Қандай пәннен қандай тапсырма. Мысалы, әрбір күндегі 6 күнгі аралығында керек болатын болса, сізге 6 күнгі аралықта тапсырмалар көрінеді. Сол кезде сіз берілген тапсырманы қарап, өзіңізге кері байланыс үшін мәлімет беріледі. Сол үшін мәліметке кіресізде, үй тапсырмасы берілген мәліметке кіресізде. Мысалы, информатика пәні бойынша берілген болса, және астында бекіту, файлды бекіту деген бөлім бар. Файлды бекіту бөлім басасыздар. Сол кезде өзіңіздің дәптерге түсірілгеніңіз немесе телефоны арқылы көшіресіз, және бекіту бөлімін жасайсыз, және жүктеу дейсіз. Сол арқылы сіздер мұғалім сіздің әрбір тапсырманы орындалмаған және орындалған жөнінде және өзіңіздің пікіріңізді тастай саласыз. Мысалы, белгілі бір сұрақтарға байланысты түсініксіз сұрақтар болса, тест сұрақтар бойынша және тақырыптар бойынша түсініксіз сұрақтарыңыз болса, осы жерге өзіңіздің пікіріңіз және ұсынысыңыз беріледі. Сосын енді сіздің пікіріңіз көшірілгеннен кейін сіздің белгілі бір пікір жазасыз. Мысалы, қандай сұрақтар, қандай тапсырма түсініксіз болатын болса, сол кезде сізді қосу арқылы сіздің тапсырмаңыз мұғалімге келеді, және мұғалім сіз арқылы қандай нәрселеріңізді орындалды, орындалмады, соның барлығы көрсетіп кері пікір жазылады.